Барлықтарыңа сәлем достар, осы видеода сіздерді Bybit биржасымен толық таныстырып өтетін боламын. Қалай счет толтыру, қалай сделка ашу, жабу, тағы басқа. Әзірше каналға лайк, подписка, анау мынау как положено. Дәл қазір сіздер осы видеоның астындағы сілтеме бойынша біздің курс жайлы ақпарат ала аласыздар. То есть мына сайтқа өтесіздер. Мұнда барлық ақпарат жазулы. Мен қазір тез көрсетейін, потом барып біз Bybitке өтеміз. Қараңыздар, бізде міндетті түрде қосылады инвест чат. Бұл дегеніміз трейдерлердің чаты. Әр оқушы бір-бірімен сөйлесіп, егерле олар бір қалада болса кездесіп талқылау жасай алады. Көптеген сұрақтар осы жерде қойып, бір-біріне көмектесіп, сигнал беріп, то есть бізде міне қараңыздар, мысал өте көп, бәріміз уже доспыз, приколдарымыз бар өзіміздің, көптеген сигналдар берілген үстіңгі жақта қарайтын болсақ, уже талай адамдар ақша тауып нормально двигаться етіп жатыр. Көріп тұрғандарыңызда міне вот анализдармен бөлісіп жатыр. То есть бірінші очередь сіздерде болады комьюнити, яғни орта пайда болады. Екіншіден 3 кураторлар әр сұрақтарына жауап беріп көмектесіп отыратын болады. Ары қарай кететін болсақ, бізде сигналдар бар. Сигналдар жай ғана осындай сделкадан төмен жоғары ашындар емес, қосымша анализбен бөлісіп, как положено сіздерді үйрететін боламын. Мысалы үшін қараңдар, BNB USDT ордер бізде сигнал берілді. Бұл сигнал бойынша сделка ашқандар қазір уже табыстау жатыр. То есть біз натурған жерден сигналды берді, кеше түнде түсті, ақырындап көтеріліп, қайтадан түсіп жатыр. Take profit, stop loss барлығын біз беріп көмектесетін боламыз. Премиум пакетін сатып алғандар міндетті түрде сіздерде зум болады. То есть аптасына бір рет мен зум өткізетін боламын. Түсінбеген жерлерде талқылап, сұрап, сөйлесіп. Тағы да төмен түсетін болсындар, сіздер біздің отзывтармен таныса аласыздар. Отзывтар бізде өте көп. Ары қарай менімен таныса аласыздар. И пакеттің принципе түрлері, бағалары қымбат емес. Біздің курстың бағасы 55 теңге және 85 теңге. Айырмашылығын барлығы мұнда жазылып тұр. Курсқа жазылу деген кнопканы басатын болсаңыздар, сіздерде міндетті түрде осындай форма шығады. Атыңызды және номер телефон қалдырасыз, сіздерге менеджерлер звондап тегін консультация беретін болады. Ал енді сіздер бұл сайтқа өткеннен кейін регистрация жасағанда міндетті түрде оң жақ шеттен отырған глобусты басыңыздар. Мұнда сіздерде қазақ тілі және орыс тіліне ауыстыра аласыздар. Басында міндетті түрде ағылшын тілінде болады. Енді активы деген жерде сіздердің жалпы счетыңызда қанша ақша бар соны көрсететін болады. Кошелектің мұнда 3 түрі бар. Тура Binance один в один, просто мұнда дизайны басқандай. Ата қалғандар барлығы бірдей. Сол жақ шетте бізде бар купить криптовалюту, P2P торговля. P2P торговля дегеніміз басқа адамдардан USDT-ні сатып алып сату. То есть USDT ол тот же доллар, бірақ биржаның ішінде электронный варианты. Міндетті түрде сіздерге соны алу керек болады, чтобы ары қарата Bybit биржасының саудамен айналысу үшін. Қараңыздар, покупка, яғни сатып аламыз. Біз таңдаймыз USDT. Мұнда сіздерде биткоин тұру мүмкін, міндетті түрде USDT қоясыздар. Введите сумму теңге, KZT жазасыздар. Ол міндетті түрде. Сіз способ оплаты, мысалы үшін мұнда Каспиді қойсаңыздар болады, өзіңізге қайсысы ыңғайлы. Енді ары қарата мұнда түрлі сатушылар пайда болды. Яғни олар USDT-ді қазір сатып отыр, біз олардың сатып аламыз. Мынандай бағада, мысалы үшін біреулер 453 теңгеден сатады, біреу 454 теңге, әркімде әртүрлі курс. Және мұнда сіздерге мән беру керек лимитіға. То есть біреу 900 теңгеден 200 мыңға дейін дейді. 1000 теңгеден 130 мыңға дейін, 5000 теңгеден 22 миллион теңгеге дейін. То есть әр адамның өзінің лимиті бар. Қайсы сізге подходит, мысалы үшін сізге 5000 теңгеге Каспи банк немесе Халбанк арқылы сатып алу керек болса, сіз міндетті түрде осы Алмат дейтін жігітпен жұмыс істейтін боласыздар. 453-те 80 теңгеден біз 5000 теңгеге купить USDT-ді сатып аламыз. Қазір мен купить USDT басатын болсам, міндетті түрде осында окошко ашылады. Я заплачу 5000 теңге. Сондықтан маған түседі 11 доллар. То есть осылай мен бұл кісіден сатып аламын. Сатып алу қалай өтеді? Мен қазір покупканы басқаннан кейін Алматтың Каспиі шығады менде. Алматқа мен Каспиға ақшаны жіберемін, подтвердитті басамыз. Таким образом бізде USDT кошелекте пайда болатын болады. Ал сататын кезде біз просто продажа деген жерге өте саламыз. Мұнда бізде тура сол жағдай. Мен 20 мың теңгеден бастайды, 5000 теңгеден, 45 мың теңгеден. Қайсы сізге более-менее подходит? Продать USDT басамыз. Сумма, я, например, продам USDT уже мұнда 100 долларды сататын болсам, маған 45262 теңге түседі Каспиіме. Способ оплаты, мысалы үшін Каспи банк, но менің картамның банковский данные жазылып тұр уже. Продажаны басқаннан кейін мен жай ғана күтемін ақшаны түскенін. Қалай маған Каспиге ақша түседі, мен мұнда подтверди кнопкасын басып, сделканы жауып тастаймын. В принципе, қиын түгі жоқ. Ар жаққа кіргеннен кейін өзімнің кісімен сөйлесіп, тоже көмек сұрасаңыздар болады. Мұнда бәрі нормально. Новичоктар өте көп, так что қорқатын ештеңесі жоқ. Енді біз активы деген жерге өтеміз. Аккаунт бізде қараңда финансирование, спотовый, деривативный 3 кошелектің түрі бар. Финансирование сол жаңағы P2P арқылы сатып алған ақшаның барлығы ана жерге түсетін болады. Мысалы үшін біз қазір USDT сатып алдық, мұнда менде пока 0 көрсетіп тұр. Енді басамыз перевести. То есть USDT біз жаңа сатып алдық из финансирования к деривативный. Деривативныйға салатын болсаңызда, сіздер бірден трейдингқа саласыздар. Бағаның өсу құлауынан ақша тапқыларыңыз келсе, ол сіздерде уже деривативный аккаунт.
Спотовый ол инвест аккаунт. Спотовый кошелькте тұрған криптовалютаның барлығы ол просто инвест портфелі былай айтқанда сіздердің криптовалюталарыңыз. USDT сумма мысалы үшін $500 подтвердитті басып сіздер ақшаны жаңағы трейдингқа жібере аласыздар. Енді қараңыздар, біз өтеміз деривативы деген жерге, деривативы и бірінші тұрғанды басталамыз. Одан кейін барып скачать приложение торговать деген шығады, бірден торговать өтеміз. Сіздерде осындай окошко пайда болады, тура Binance биржасы сияқты. То есть міне биткоин немесе жаңағы мен көрсеткен BNB USDT парасын ашатын болсақ, біз дәл қазір BNB бойынша сауда жасаймыз. Оң жақта бізде тұр міне трейдинг, маржинальная торговля, кредитное плечо 10x. Қысқаша айта кетейін, кредитное плечо деген не екенін қараңыздар, 1x-тан бастап 50x-қа дейін жүреді. Мысалы үшін қазір менде 10x-қа тұр, 10x. То есть мен қазір биткоинда, точнее BNB биржасында кіріп бағаның құлауынан ақша табатын болсам, егер де дәл осы жерден 2%-ке құласа төмен, 2% көбейтіледі 10-ға, уже 20%. То есть біздің табысымыз мұнда болады 20% кредитный плечоның арқасында. То есть на тұрған процент жаңағы кредитный плечоға көбейтіледі. Яғни неғұрлым кредитный плечо үлкен, соғұрлым бізде риск те үлкен. Себебі мысалы үшін мен қателесіп қалып BNB монетасы керісінше жоғары кетіп қалса 2%-ға, мен уже 2% мұнда ұтыламын. А кредитный плечо менде 10x болса, мен уже 20% ұтыламын. То есть $10 сделка аштық, $10 20% ол $2. Либо $2 минустамыз, либо $2 плюстамыз. То есть осылай бұл жұмыс жасайды. Яғни бинома сияқты мұнда уақыт жоқ, сделка 1 күн, 3 күн жүре береді, как положено. И неғұрлым алысқа кетеді, соғұрлым сіздің табысыңыз көп болады. Давайте қазір сделка ашып көрейік. Рыночный, ол яғни рыночный дәл қазіргі баға. Қараңыздар, 244.70 дейтін бағада тұр. Дәл қазір осы бағада мен бағаның өсуіне немесе құлауынан табыс тапқым келсе, мен басам рыночный. Лимитный бұл бізде заказ. Қараңыздар, мен сізге көрсетіп кетейін. BNB USDT ордер 284.4. То есть именно осы бағаға келген кезде сендер заявка жіберіңдер деңізсіз. 248.4, 248-де. Капитал менде қазір $113 бар екен. $113 мен қазір 10%-ын сделка ашатын болсам, қараңыздар, 248.4 деген бағаға жеткен кезде, то есть қараңыздар, 248.4 деген бағаға жеткен кезде, осы жерге жеткен кезде менің сделкам автоматически шорт позициясына ашылсын. То есть бұл приказ беріп отырмыз. То есть өздерің кіріп ашпайсыңдар, бұл уже автоматически сендер үшін сделканы аша салына жерге жеткен кезде. Тура сондай заявка бізде міне орындалды, как раз таки мен жаңағы берген болатында 248.4 деп. Бәрінде осындай заявка болды, и бізде баға қазір ақырындап осы тұрған жерден төмен кетіп барады. Анализға келетін болсақ, мен мұнда Smart Money, то есть ликвидностьтің барлығын тауып алдым, mitigation блокты тауып алдым, соның бойынан бағаны төмен кететінін білдім. Енді қараңыз, төмен түсетін болсақ, бізде трейдинг, позиции, закрытые и текущие ордера деген бар. То есть біз жаңағы біздің заказ не тұр. Ол және 248.4 деген бағаға қазір BNB келетін болса, ол сделканы автоматически ашатын болады. Немесе біз оны любой уақытта отмена деп отментесізақ болады. Енді қараңыздар, рыночный торговля. Дәл қазір сделкаға кіріміз келсек, мысалы үшін жоғары деп. Біз басамыз кредитный плечо таңдаймыз, мысалы үшін там 10x или 11-де 5x ладно. Депозиттің 50%-на мысалы үшін купить деп ашатын болсам, то есть мне позиция деген жерде тұрады. Сендердің барлық ашқан сделкалары позицияда тізіммен тұратын болады. Тура осы жерде қараңыздар, бізде стоимость, цена входа, цена маркировки, то есть дәл қазіргі баға, цена ликвидации, то есть 204-те 10-ға жетіп қойса, уже сделка минуспен жабылады деген сөз да. Мысалы үшін купитқа кірдік қой, біз бағаның өсуінен табыстап отырмыз. И мұнда маржа позиция $56-29 мен қазір сделка кіріп отырмын. То есть сендер қандай суммаға сделка кіріңдер, ол бізде маржа позиция ретінде көрсететін болады. Егер де біз если передумаем, онда мұнда біз рыночный кнопкасын басамыз и дәл қазір өсіп сделканы жауып тастасақ болады. Қосымша айта кететін жағдай, мұнда бізде take profit stop loss деген тұр, соған галочка қоямыз. И мұнда біз уже take profit, яғни қараңыздар, BNB-да мысалы үшін бізде ситуация бойынша қарайтын болсақ, мына тұрған жасыл бізде ең астыңғы жағы, ол бізде take profit 237.9. То есть жазасыздар, take profit 237.9, к примеру. Ал stop loss бізде үстінде тұр 252.5. То есть осылай сендер take profit stop loss'ты қоя аласыңдар. Бұл деген не? Жалпы негізінде
менің сделкам плюспен немесе минуспен жабылсын деген сөз. Мысалы үшін біз сделканы ашып қойдық, қазір баға ақырын take profitқа жететін болса, сделка уже автоматически плюспен жабылатын болады. А егер де жоғары қарата кетіп қалатын болса, барлық ақшадан айырылып қалмас үшін біздің сделка автоматически біздің указывать еткен жерде жабылатын болады. В моем случае ол mitigation блоктың чуть үстінен алдым мен. Енді мысалы үшін біз трейдинг арқылы ақшаны таптық, енді оны қалай шығарамыз? Bybit биржасының самый главный страницасынан қайтадан қайтамыз. Активы деген жерге өтеміз. Ең астында бізде тұр деривативный, соны басамыз. Деривативный жаңағы біздің трейдингтің ішіндегі ақша, соны басамыз перевести. То есть бізде кошелектің 3 түрі бар. P2P арқылы сату үшін бізге ақшаның деривативный, финансирование дейтін кошелек ақтыру керек. То есть из деривативный, монета USDT, сумма мысалы үшін $100 к финансирование өткіземіз сөйтіп. Все, біз ақша ақтырып қойдық. Енді купить криптовалюта деген жерге өтеміз. P2P торговля қайтадан өтеміз. Осы жолы покупка емес, керісінше уже продажи. Введите сумму рубль емес бізде теңге. Наны жазу ұмытпаңыздар. Все способы оплаты, мысалы үшін там Каспи 20 мыңнан 200 мың теңгеге дейін 452.95-тен бұл жігіт мысалы үшін қазір менің USDT сатып алады. То есть мен оған сатып жатсам, ол менің керісінше сатып алады. P2P арқылы ақша табатындар как раз таки именно осылай жасайды. Олар 452 теңгеден арзан бағадан сатып алып, Binance немесе осы Bybit'тің ішінде уже қымбат бағаға сатады. Разницадан ақша көреді. Қазір басам үшін продать USDT, я продам там жаңағы $100, получу 45.295 теңге. Способ оплаты мысалы үшін Каспи банк и продажаны баса салам болды. Менің ақшам USDT-м сатылатын болады, менің Каспи'м ақша түсетін болады. Тағы да айта кетейін достар, егер де сендер трейдинг арқылы ақша тапқыларың келсе, біздің курс сендерге идеально подходит. Видео сабақтар прям полностью барлығы бар, 0-ден бастап именно Smart Money Pro деңгейіне дейін. Екіншіден сендерде чат болады, басқа оқушылармен араласып сөйлесіп, тем более бір қалада болсаңдар, бізде бар там Жаңа Өзеннен, там Қарағандыдан шет жақтағы қалаларда бір-бірін тауып Starbucksке барып кофелерін ішіп, торговля жасап ақша тауып жатыр. То есть именно осылай двигаться етулерің елі болады, сендерде еще кураторлар болады, постоянно сұрақтарыңа жауап беру көмектесіп отыратын. Және 85 мың теңге тұратын пакетте біздің жаңағы айтып өткен сигналдармен Zoom қосылатын болады. То есть Zoom арқылы сендердің сұрақтарыңа мен жауап беретін боламын, және сигналдар арқылы сендер в принципе практика жасап ақша таба аласыңдар. Көріскенше сау болыңдар.